Жайық бойында орналасқан ең бірі үлкен қалалардың бірі Алтын Орда тұсында бұл Сарайшық қаласы деп аталды. Оның ерте кездегі аты Сарайыл Жадид деді, хан ордасы. Аумағы 5 километрге жуық болған. Қазіргі таңда оның 35% суға кеткен, 65% кезінде 1580 жылы Дон казактары шабуыл жасап, қаланы талқандаған кезде топырақтың астында қалған дейді. Бұл қалада 9 хан жерленген дейді. Ол хан ордасының пантеоны деп аталады. 1280 жылы Алтын Орда билеушісі Менгу Темір, Тоқта хан, Жәнібек хан, Қасым хан, Шайх Мамай билеуші Жүсіп хан, Қожа Ахмет хан және де Тоқтамыстың хат басы да осы жерде жерленген деп айтады. 13 ғасырдан бастап Европа мен Азияны біріктіріп отырған жібек жолының торабы деп атады бұл қаланы. Үндістан, Түркия, Иран, Ресей, Қытай жерлеріне күнделікті каравандар жүріп отырған болатын. Қала архитектурасы өте әдемі болды дейді. Көшелері кең, мешіт, медреселер, хандар отыратын зәулім үйлер орналасқан. Сонымен қатар кезінде 1471 жылы Керей ханның баласы Бұрындық хан бұл жердегі Жайық өзеніне шабуыл жасап, ноғайларды бағындырып, Қазақ хандығының астанасын жасады дейді. 1512 жылдары Қасым хан бұны астана қылып, бұл жерде аймақта тұрған кезде Секір көлін жасапты дейді. Бұл Секір көлінде аққуларды үйретіп, өзінің қызына сый ретінде берген. Қызы алтын қайықпен жүріп, сол аққуларға жем беріп қызықтаған деп айтады. Тағы бір қызығы, археологтар зерттеу жұмысы кезінде бұл жерден тостаған табылған. Ол тостағанның кереметтігі арақ құйса, немесе ашты дүниелер болса денсаулыққа зиян, немесе у құятын болса тостаған лезде қарайып кеткен. Бұндай шеберлердің, хандардың қауіпсіздігі үшін жасалған тостағандар дейді. Әлгінгі шекті бұл тостағанның Сарайшықта табылған сыры ашылмай отыр. Кезінде хандар күміс мөр жасауы құстұмсықтан, сонымен қатар қамшыны, ат әбіліздерін күміспен қаптау, оның үлкен сыры бар. Себебі күміс микробтарды, жаман нәрселерді жояды, тазартады. Сол себептен күмісті көп пайдаланғаны осыдан.